Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Назарбаевтың аңсағаны да сол жүйе. Өзім кетсем, орныма қыздарым күйеу болам, орнымды тағымды сақтап қалса, Тоқаевты қуыршақ қып қойып қойсам, ең соңынан Дариға сол Тоқаевты құлатып не өлтіріп орнына Дариға бола қалса, сенаттың спикері болған Дариға Тоқаевтың жүрегі ұстай қалған кезде не өле қалғанда сақ етіп орнына шыға қалса, ел ана бола қалса деген Назарбаевтың жобасы жоспары болатын. Сол Дариғасының өзі міне қазір парламентте жиналысқа қатыспағаны бір айдан асты. Өлі тірісі белгісіз, мәуде үні де шықпайды. Ал Қазақстан билігі сол Дариғаны не ар емес, не бер емес, не оны қызметтен босатқан емес, не ел арнасына, елдің алдына шығарған емес, ызым қайым отыр. Өлген қазақтың өлісіне де тірісіне де бір жауап бермейді. 20 мың террорист кім, қайда кетті? Жоқ. Оны ұшырып қойып қарап отырған халық ұлттық қауіпсіздік жоқ. Кеше Мәсімовті соттамайтындығын, Мәсімовті де ешқандай жазаға тартпайтындығын емексітіп болса да жеткізді. Құлыбаев өз орнында отыр. Назарбаевтың құдалары, інілері, қыздары, күйеу балалары өз орнында отыр. Олардың жеке меншігіне өтіп кеткен телеарналар, мемлекеттік ұлттық меншіктер, базарлар әлі өз қалпында отыр. Алтын ортада жалаңдап, қапсақал қазақ емес бір келімсектер қазақтың қанын сүліктей сорып, ақша жиып жатыр. Ақшаны қайда апарасың? Болат Назарбаев Қырғызстан арқылы Дубайға қашты ғой десе, баратын жеріне барады да, нең бар шатағың болмасын деп ақшасын баяғыдай жиып жатыр. Қысқасы, ештеңеде өзгерген жоқ. Тоқаев сол баяғы жартас, сол жартас. Міне өлді деген, басы жабылды деген полицейді де өздерінің адамдары өздері теріске шығарды. Демек, енді мынау сорлы сүмелек орыстың басыбайлы құндақтаулы иті, құлақ кесті құлы Тоқаевтан енді үмітіңді үзетін шығарсың, қалым елім, қазағым. Сен әлі де бақытсызсың. Басыңның соры мың батпан, маңдайыңның бағыңның қайқы екендігін енді білдің. Басыңа Құдай бақ берді. Жеріңнің асты мен үстіне де байлықты берді. Есепсіз, қисапсыз ырғын байлықтың ортасында отырдың да 30 жыл той тойлағаныңа мәз болдың. Ішкеніңе, жегеніңе мәз болдың. Қалың сайтанды, әнші күйші, ақын сақынды сахнаға шығарып жынды қылып қойды. Өзіңді болмашыға алдады. Қарныңның тойғанына кредит алып той жасағаныңа мәз болып есіңнен айырылдың. Ел басы жасасын деп жынды болдың. Сол Құдай атқан сайтанның, Құдай атқан лағнетті сайтанның сапалағына сеніп 30 жыл өміріміз қор болды. Ол біздің байлығымызды, жастығымызды ұрдады. Бәріміздің өмірімізді ұрдады. Сол 30 жылда біз қасықпен жер қасықта осы кезде жердің арғы бетіне тесіп шығатын кезіміз болды. Енді міне Назарбаев ұрлаған 30 жылымызға өкініп бармағымызды шайнап отырмыз. Өлген, жұмыссыздықтан, кедейшіліктен, жоқшылықтан қор болған, нақақ сотталған қазақ қаншама. Дәл қазір қазақтың түрмесінде кем дегенде 1 миллион қазақ нақақ сотталып отыр. Сол бас салып, тырп еткізбей соттап, пара алып, қаңғыртып, тентіретіп, қаныңды теспей сорған жүйеден әбден үрейленген қазақтың еңсесі көтеріліп, есін жиғаны қаңтардағы көтеріліседі. Атылып жатқан оққа қарамай, алдыға қарай жүгірген қазақтың жігіттері қазақтың бойындағы сол кешегі ата-бабадан қалған көшпенділік қанының бір жарқ етіп сәуле шашып көрінгеніндей ғана болды. Ал бүгін Тоқаевтың алдауына ілесіп, қалың қазақ қайтадан құлдық қамытын басына қайта киіп алғанын білмей қалды. Тоқаевтан күдерің дүз қазақ, есің болса, ақылың орнында болса, басыңдағы бас өзіңнің жекеменшік басың болатын болса, ұлттық арна мен телеарнадағы сайттардағы анау сатымсақ ақын жазушылар, анау суайт журналистер айтқан барлық сұмырай өтірік өсекке алданба. Тоқаевтан күдеріңді үз, одан ешқашан үміт күтпе. Анау алқаштың таяқ жеп соған үйреніп қалған жаман қатыны ұқсама. Алқаштың қатыны мұрны қисайып, көзі көгеріп, күні түні таяқ жесе де байым бүгін қояды, ертең қояды деп жастық өмірін сол алқашқа қор қылады. Ең соңында 40-тан асып саргідір тартып, бәленбай баланы туып тастағаннан кейін барар жері жоқ, басар тауы жоқ, төркініде өмірден қайтқан балалары да сол күйкі өмірге үйреніп қалғаннан кейін сол алқаштың таяғын жеп, енді қауқары қайтты ғой, кәртейді ғой, енді ұрайын десе де ұралмайды ғой деп үмітін
соған артып, алқаштың қатыны өмірін өксікпен өткізеді. Сол Назарбаев ұрдаған 30 жылымызды қайтара алмадық. Біздің өзіміз қылшылдаған қылыштай жас кезімізде Назарбаевтың билеген заманына тура келдік. 30 жыл өмірімізді соған өткізіп, міне 50-ге әне жетеміз, міне жетеміз деп отырмыз. Енді араға 1 жыл, 2 жыл салса, бізде 50-ді аттаған жігіт боп шығамыз. Қайран өміріміз, Қазақстанның ертеңінен үміт күтіп, қайран өмірімізді қор қылдық. Елге, халыққа өз бетімізше бір қарапайым қазақ боп үлес қосамыз деген тәтті үмітпенен өміріміздің 30 жылын сайтанға, сайтанның сапалағына, сатанистке, бақсы бәлгерге, құдайдай сенетін құдайдың қарғысы тиген сұмырайға беріп алданғанымызды біліп отырмыз. Енді қалың елім қазағым, біз сонау 2016-дан есімізді жидық. Арысын айтсақ 2009-дан есімізді жидық. Мың бір сапар дейтін кітабымызды жазғанда қазақ тілінің мәртебесі босағадан төрге аттамай кеткенінен ақ соны біле бастады. Қазақ көшін кері тартып, бүгін мұндай қисық заң шығарып, ертең андай қисық заң шығарғанынан ақ сол Назарбаевтық жүйеден үмітімізді үздік. Қазақстандағы мәңгі шешілмейтін қоғамдық, әлеуметтік, этникалық араздықтарды қолдан әдейі қоздатып, үрдеп отыратындығын, халықты үнемі болмайтын, болмашы ертегілерге, болмашы дау-дамайларға алдандырып отыратын білгеннен бастап көзімізді аштық. Игіліктің ертегеші жоқ, жақсылықтың ертегеші жоқ. Біреу ерте оянады, біреу кеш оянады. Ендеше оян қазақ, көтер басты, есіңді жи. Мынау сұмырай Тоқаев кешегі азуын айға білеген, бүкіл адамзаттық деңгейдегі алпауыт байға, миллиардерге айналған Назарбаевтан қуатты емес. Полицейлердің бірі бұны тыңдаса, бірі тыңдамайды. Кембінің бірі бұны мойындаса, бірі мойындамайды. Армияның өзі де бұған мойынсал емес. Дәл осы Тоқаевтың қазіргі киіз үй желкілдеп, қазығы қопарлайын деп тұрғанда, түңілігі толық көтерілмей тұрғанда тас талқаны шығарып тастайтын кез келді. Айналайын қазақтың халқы, анау полицей, анау киембі, анау прокурор, анау судья, сот сенің ұлың, соған айт. Құдаң болса да, жекжатың болса да айт. Ұлын ақиқатқа қайтарсын. Назарбаев Тоқаевтық режиммен бірге енді қалған өмірін түрмеде өткізбесін. Қазақстан құй қала, құй қалама, үміт ет, үміт етпе, жақсы көр, жақсы көрме, ұнат, ұнатпа. Қазақстанда алдыңғы наурызда, алдыңғы жазда тас талқан төңкеріс болады. Әрине қан төгілмесін, бейбіт халыққа оқ атылмасын дейміз. Мынау батыстың қазақтары өзі алтын мен күмістің, мұнай мен газдың үстінде отырып, екі қолға бір күрек таппай отыр. Бір айдан асқан ереуілге Тоқаев мыңқ етіп жауап бере алмай отыр. Оның мыңқ етіп жауап бере алмайтын несі? Себебі мұнай мен газдың бәрі Құлыбаевтың қолында. Құлыбаев пен Тоқаев ымыраға келді. Енді сол мұнай мен газды бұрын Құлыбаев жалғыз өзі сімірсе, енді соның бір шетінен Тоқаевтың қанды қолы ұстайды. Тоқаев қалың қазақты сол Назарбаев құсап 30 жыл ертегісімен алдап, сол 30 жылдық ертегінің жаңа нұсқаларын, жаңа версияларын шығарып халықты алдамақшы, қорқытып, үркітіп ұстамақшы. Сол үшін 10 мың қазақтың боздағын түрмеде ұрып, үтіктеп, соттап, қорқытып, халықты үреймен ұстап отыр. Қазақты үреймен, қорқытумен ұстайды алмайды. Бұл қазақ кешегі патшалық орысқа да шапқан қазақ. Бұл қазақ кеше Оспан батыр болып Қытайдың империясына шапқан қазақ. Бұл қазақ кешегі аз қолымен патшалық орысқа қарсы шыққан Кенесары ханның ұрпағы, соның қауымы. Бұл қазақ анау Жошыдан бастап Кенесарыға дейін тек қана мынау айналасында қалың жауыздарға бой бермей тәуелсіздікті ту қылған, мынау Еуразияның сайын даласында көшпенділік, патшалық, елдік құрған бұл таңғажайып ел. Бұл кешегі ғұнның, сақтың, көктүріктің ұрпағы. Бұл кешегі Қыпшақтың, Дешті Қыпшақ хандығының қауымы. Бұл кешегі Қытайдың тарихында үрей мен қорқынышпен мың сан бет болып жазылған атақты Үйсін хандығының, Үйсін патшалығының бүгінгі мұрагерлері.